Сәлем достар, сіздермен Әсем ТВ арнасы. Алдыңғы видеода уәде еткендей, бүгін сіздерге Денис сериалының басты кейіпкері актриса Өзге Өзберіктің өмірі мен карьерасы және махаббаты туралы баяндайтын боламын. Сондықтан арнамыздан алыстамай видеоға лайк басып кетуді ұмытпайық. Ал егер каналға жазылмаған болсаңыз, қызыл батырманы бір шертіп, қоңырауды түртіп қойыңыз. Сонда алдағы уақытта шығатын қызықты видеоларды құр жібермейсіз. Ал кеттік ендеше. Өзге Өзберік 1976 жылы 13 тамызда Түркияның Стамбул қаласында дүниеге келген. Түріктің театр, кино және теле актрисасы. Оның Өзгір Өзберік есімді ағасы бар. Ол да актерлік мамандықты таңдаған. Талантты актриса Мождата Гезен атындағы өнер орталығының театр факультетінде оқыды. 2000-2002 жылдары Стамбул университетінің іскерлік басқару факультетінде поэзия театры клубының жетекшісі болды. Театрда түрлі рөлдерді сомдап қана қоймай, биші болып та еңбек еткен. Ал менің ұлым адам болады спектаклінде сахнада да өнер көрсетіп, әрі режиссердің көмекшісі болды. 1989 жылы біздің халық телехикаясында ең алғаш рет экранға шықты. Бұдан кейін бірнеше фильмдер мен телехикаяларда шағын рөлдерді сомдады. 2004 жылы актриса атақты түрік режиссері Чан Ырмактың Роза өрнектері сериал фильмінде Юрданурдың рөлінде ойнады. Бұл рөл өзгенің мансаптық табысының бастамасы болды. Түрік актрисасын Атай Тусын түсірген Сынған қанаттар тарихи сериалындағы Назыла рөлі оны одан сайын танымал етті. Одан кейін Көк көзді алып 120 Арок фильмдеріне қатысты. 2011 жылы актрисаның қатысуымен Кансу рөлін сомдаған Аяулы әке сериалы шықты. Осыдан кейін Өзге Өзберік жаман жеті комедиялық сериалында Филизді сомдады. Сондай-ақ Ал біз не істейміз деген сияқты жобаларда ойнады. 2020 жылы ол Бір ананың күнәсі телехикаясында басты рөлді сомдады. Жеке өміріне тоқталатын болсақ, 2007-2012 жылдар аралығында Өзге Өзберік Хайым Садиоғлымен бірге тұрды. Олардың Лео есімді ортақ ұлы бар. Ал қазір басы бос. Актрисаның бойы 164 сантиметр. Ал сізге Денис телесериалындағы қандай актер көбірек ұнайды, комментарийға жазып кетіңіз. Мен алдағы уақытта сол актер бойынша видео дайындайтын боламын. Ендеше келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сіздермен болған мен Әсем ТВ арнасының жүргізушісі Әсем Жұмалиева.